Сәлем тоқмашы ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта мынандай әдемі раушан гүлін тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге жіп керек, қайшы керек, ілмек, біз крючок керек және ине. Бастайық онда. Бисмиллах. Бір закрепляющий петля жасаймыз. Енді 50 воздушный петля тоқимыз. 50 ауа ілмегі. Енді тағы 3 воздушный петля аламыз. Ол 3 воздушный петлямыз біздің бір столбик с одним накидымның орнын атқарады. 1, 2, 3. Енді 5-ші крючоктан кейінгі 5-ші петляға бір столбик с накидом тоқимыз. Накид, келесі петляға столбик с одним накидом тоқимыз. Бір накидпен столбик. Енді қатар біткенше осылай бір накидпен столбиктер тоқып шығамыз. 50 столбик с одним накидом шығу керек. Мына біріншісі воздушный петлямен. Оны қосып есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соңына дейін 50 болу керек. Енді соңғы петляға бір столбик с накидом тоқыдық. Енді 3 воздушная петля. 1, 2, 3. Тоқығанымызды айналдырамыз. Енді біз мына 2 столбиктің ортасына тоқимыз. Накидпен осы дәл ортасына 4 столбик с одним накидом. Біз енді лепесточектарын тоқимыз. Лепесточектарын 4 столбик с одним накидом болу керек. Мынаумен 5 болады. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі столбиктің ортасына крючокты кіргізіп, бір столбик без накида тоқимыз. Әшейін бір столбик тоқимыз. Келесіне накид іліп аламыз. 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 5 столбик бір накидпен. 2, 3, 4, және соңғысы 5. Енді келесін ашамыз. Келесіге крючокты кіргізіп, бір столбик без накида тоқимыз. Енді осылай кезекпен біреуіне, біріншісіне мысалға накидпен тоқимыз. 5. 5 столбик бір накидпен. 2, 3, 4. Және соңғысы 5. Келесін ортасына ашамыз да крючокты кіргізіп, столбиктардың ортасына бір столбик без накида тоқимыз. Осылай чередовать етеміз. Бір столбикқа 5 столбик с накидом, келесіне бір столбик без накида. Соңына дейін тоқып шығамыз. Соңына жетіп қалдым. Міне 1-2 столбиктардың ортасы ғана қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Мына ортасына бір столбик без накида, соңғысының ортасына 5 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Және соңғысы 5. Енді және бір закрепляющий тоқиық. Енді жібімізді
ұзын қылып кесіп аламыз. Енді міне қалған жібімізді ортасынан өткізіп закреплять етеміз. Тартамыз. Қыздар, веерочектер. Енді сіздерде екі вариант бар орайтын. Мына шетіндегі өрімі мынаның сияқты сыртына қарап тұратын болса, осылай. Онда бұлай оңынан орайсыздар. Бұлай. Егер ашылып тұрсын десеңіздер, керісінше жағынан да орасаңыздар болады. Осылай енді ораймыз. Осындай болып тұрды, ортасын былай ораймыз. Осындай әдемі роза гүлі шығады, раушан гүлі. Міне осындай екі вариант. Енді орам бастамас бұрын мына соңында бірінші бастағандағы жібімізді мына жерге өткізіп алуымыз керек. Бұлай өткізіп аламыз, тартып қоямыз. Қазір орағанда ішіне әдемі болып. Маған бүйтіп сәл кеңдеу болып тұрған ұнайды. Ұстап тұрып тігеміз, арт жағымыз. Мынада осылай етіп тігеміз. Қатар-қатарынан ораған жіптерімізді біріктіріп орта жағына апарамыз. Келесін инені қайтадан бірінші қатардан өткіземіз, екіншісінен өткіземіз, үшіншісінен және ортаңғысына апарып тартамыз. Жіпті қатты тартпаңыздар. Онда жиырылып қалады гүл. Осылай видеода көрсетілгендей етіп тігіп шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз былай орадық қой. Мына бірінші терген воздушный петлямызды былай орадық. Енді осының бәрін қатармен алып тігу керек. Мынадан өткіземіз, кейін мына қатардан, одан кейін мына қатардан өткіземіз. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Міне, болды. Енді мынаның ортасына кіргіземіз, дәл ортасынан. Ортасына мынандай мен ақ моншақ өткіземін. Моншақ өткізу, өткізбеу өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді артық жіптерін кесіп, мына жерден түйіндеп жасырып қоямыз. Қыздар, осымен мастер-класс аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген ойдамын. Жақсылықта жолыққанша.